Бүгін біз 10 Ә сынып оқушылары Қазақстанның халық жазушысы мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Әзілхан Нұршайықовтың 100 жыл толуына орай кішігірім өмірбаяны мен шығармашылығымен танысатын боламыз. Әзілхан Нұршайықов 1922 жыл 15 желтоқсан Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында дүниеге келеді. Найман тайпасының Бура руынан шыққан. Бала кезінен өнерлі, талантты болып өседі. Өсе келе Алматыдағы Тау-Кен институтын аяқтайды. 1941-45 жылдары Қызыл әскер қатарында майданда қызмет атқарады. Соғыстан кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдайды. 1953-79 жылдары Қазақстан пионер газетінің бөлім меңгерушісі болып қызмет жасайды. Кейіннен Дорогие памяти әскери жинағы үшін халықаралық сыйлықтың иегері. Әзілхан Нұршайықовтың анасының аты Мұхтар. Анасы әнші, өлеңші кісі болған. Арабша хаттанып, оқыған кітаптарын жатқа да айтатын. Әзілхан 6-7 жасында болғанда анасы ауруға шалдыққан. 1931 жылы әкесі оны Семейге емге апарады. Алайда өзі жалғыз қайтып келеді. Балаларына анасы әлі ем алу керектігін айтады. Нұршайықовтың айтуынша, анасы біраз уақыт өткеннен кейін қайтып келеді, бірақ басқа үйде өзі жалғыз тұрады. 1941 жылы Нұршайықов әскерге аттанады, ал 1943 жылы әкесі майданда қаза тапты. Бүгінгі күні біз Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық маусымда» деген кітабымен танысамыз. Бұл кітап алғашында 1980-1982 жылдар аралығында орыс тілінде баяндалған, кейін қазақ тіліне аударылып 2002 жылы жарық көрген. Жалпы бұл роман 1970 жылы жазылған болатын. Ол жерде 12 мүшесі сау болып әскерден келген жігіт жайлы баяндалады. Оның болашаққа көзқарасы, достарын, махаббатын табу және болашағына өз мақсаттарын құруы жайлы баяндалады. Бүгін таңда біз Әзілхан Нұршайықовтың 100 жылдығына орай оның шығармашылығына тоқталатын боламыз. 1977 жылы оның екі шығармасы жарық көреді: «Тоғыз толғау» атты мен «Автопортрет». Және 2004 жылы «Ақиқат пен аңыз» шығармасы жарық көреді. Ол көбінесе Бауыржан момышұлы жайлы айтылған. Біз сіздерге осы шығармаларды оқуға ұсынамыз.